Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай және де бір жасағаннан биік болып пісетін пирогты бірге дайындайтын боламыз. Бұл пирогтың ерекшелігі құрамына айран қосылады және де өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірге дайындаймыз. Бізге қажетті заттар жұмыртқа, қант, айран, сұйық май және де ұн керек болады. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға салып алып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейтін боламыз. Жұмыртқамыз көтеріле бастаған кезде үстінен қантымызды саламыз. Қантымыз бен жұмыртқамыз толық араласқаннан кейін үстінен сұйық майымызды, одан кейін айранымызды құятын боламыз. Менде айран бұл жерде үйдің айраны, магазиндікінде қоссаңыздар болады. Барлығы толығымен араласып болғаннан кейін ұнымызды саламыз. Ұнымыздың үстіне бір чай қасық қопсытқышымызды салып жібереміз. Мен мұнда ұнымды алдын ала електен өткізіп алдым. Ұнды електен өткізіп салыңыздар. Сол кезде пирогтарыңыз биік, әдемі болып пісетін болады. Ұнымызды салып алғаннан кейін лопатканың көмегімен араластырып аламын. Бірден миксерді қоссаңыздар, ұндарыңыз жан жаққа шашырап кетеді. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап барлығын толығымен жақсылап араластырып аласыздар. Пастамыздың қамырын толығымен жақсылап миксерлеп алдық. Міне осындай қою қамыр шығу керек бізде. Енді осы қамырымызды формамызға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пешіңізді алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Қамырымызды құйып болғаннан кейін бетін бір келке қылып тегістеп аламыз. Міне менің пирогым шамамен 30 минутта дайын болды. Піскендігін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Пирогымызды толығымен суытып, формамыздан шешіп аламыз. Сіздерге дәл осы рецептпен пирогты пісіріп көруге кеңес беремін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз өте биік және де дәмді болып шығады. Пирогты сәндеуді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен қант ұнтағын сүйіп шықтым. Міне достар, біздің пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.